Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз молекуланың ішіндегі химиялық байланыстың түрлері. Яғни бүгін сабақта біз сендермен молекуланың ішіндегі қандай химиялық байланыс түрлері бар және олардың бір-бірінен негізгі айырмашылықтарын қарастырамыз. Химиялық байланыстар молекуланың ішінде негізгі екі түрге бөлінеді, яғни ол ионды және ол ковалентті. Соның ішінде ковалентті байланыс өзі екіге бөлінеді, яғни полюссіз және полюссіз деп. Барлық химиялық байланыстар бір-бірінен айырмашылығы электр терістілік күшімен анықталынады. Яғни электр терістілік күші дегеніміз бір атомның екінші атомнан электрон тартып алу күші. Ең мықты электр терістілік ол бізде фторда есептелінеді, ал ең әлсізі Францияда. Осыған қарап біз осы химиялық байланысымыз қандай болатынын болжап айтсақ болады. Мысалға, ең бірінші ковалентті деген сөздің талдап алайық. Ковалент деген сөзіміз бұл жерде ко деген алдында тұрған приставкамыз, ол білдіреді бізде бірдеңке ұқсас екен туралы мәлімет береді. Келесі валент деген бұл жерде валенттілікпен ешқандай ортақ ештеңесі жоқ. Бұл жердегі валенттілік дегеніміз бұл электр терістілікті білдіреді. Яғни ковалентті байланыс пайда болу үшін бізге екі атом электр терістіліктері бір-біріне ұқсас болу керек. Келесі иондықты қарастыратын болсақ, онда бізде бұл байланыстың нәтижесінде иондар пайда болу керек. Сол үшін енді әрбір байланысты жеке тоқтала кетсек, яғни ковалентті байланыс бұл жерде электр терістер бір-біріне ұқсас, және ондай электр терістер бір-біріне ұқсас болған кезде екі түрлі байланыс пайда болуы мүмкін, полюссіз және полюсті. Ең алдымен полюстің өзін түсініп алайық, ол не екенін. Полюс дегеніміз химиядағы молекуланың электрондардың бір жаққа жиналып қалуын көрсетеді. Яғни электрондар бір жаққа жиналса, ол жердің заряды минус болады, электрондар азайып қалған жердің заряды плюс болады. То есть мына жерде бізде минус заряд, ал мұнда бізде плюс заряд. Яғни бізде оң және теріс иондар пайда болса, зарядтар пайда болса молекулада, оны біз полюстар деп айтамыз. Ондай полюс пайда болу үшін кездесіп жатқан екі атомның біреуісінің электр терістілігі екіншісіне қарағанда сәл жоғары болу керек. Егер де мысалға оң жақтағы атомның электр терістілігі сол бетіне қарағанда кішкене жоғары болатын болса, онда ол электр бұлтын өз жағына қарай ығыстырады да, сәйкесінше электронның бұлты ығысқан жеріміз теріс зарядты, ал электрон бұлты азайып қалған жердің заряды оң болады. Сол үшін бұл байланысымыз полюсі деп аталынады. Мысалға келтіретін болсақ, S пен O, SO2, CO2, NH3 және осылай кете береді. Яғни екі атом электр терістер бір-біріне ұқсас, бірақ та бірдей болмау керек. Ішінде біреуісінің электр терістілігі екіншісіне қарағанда сәл жоғары болу керек. Ал егер де мысалға бізде екі атом бір-бірімен кездесіп отыр, бірақ та олардың электр терістіліктері бірдей болатын болса, мысалға H2, Фтор2, O2 и ары қарай кете береді. Бұл жағдайда екі атомның электр терістері бірдей болғандықтан электронның бұлтын ешкім бір-бірінен қатты тартып ала алмайды. Яғни электрондар еш жерде жиналмайды, сәйкесінше бізде минус зарядтар пайда болмайды. Минус заряд пайда болмаған жерде оң заряд тоже жоқ деген сөз. Яғни полюс пайда болмайды, сол үшін біз бұл байланысты ковалентті полюссіз деп айтамыз. Ал ең соңғы байланысымыз ол бізде иондық байланыс. Иондық байланыстың ковалентті полюсінен айырмашылығы бұл жерде бір атом екінші атомнан электр терістілік жағынан әлдеқайда жоғары болады. Яғни бізде мысалы оң жақтағы атомның электр терістілігі солдікіне қарағанда әлдеқайда жоғарыда, сол үшін ол электронды өзіне толық тартып алады, сол үшін оның заряды минус болады. Сол жақтағы атомның заряды плюс болады. Осылай біз иондық байланыстарды аламыз. Енді бізге айырмашылық керек. Қалай біз иондық байланысты полюстіден айыратынымызды. Менделеев кестесіне қарайтын болсақ, полюсті байланысқа қатысатын элементтер бір-біріне жақын орналасады, ал иондықта олар бір-бірінен алыс орналасады. Яғни мысалға натрий хлор. Яғни олар бір-біріне қатты алыс орналасатын болсақ, онда электр терістіліктің айырмашылығы айырма бір-бірінен өте жоғары болады. Яғни бір атом екінші атомнан электронды толықтай тартып алады. Полюстіден айырмашылығы. Сол кезде біз толық иондарды аламыз. Енді ең соңғысы бізге айта кететін зат, ол мына белгілемелер. Яғни мына жақта мысалы бір атомымыз екіншісінен толықтай электрон тартып алған, оның заряды минус, а мына жерде толықтай тартпаған, бірақ оның заряды тоже минус болып тұр. Сол үшін мына минусымыз толық минус емес екенін білдіру үшін біз оның алдына дельта деген белгілеме қоямыз. Яғни бұл бізде жартылай минус дегенді білдіреді. Сәйкесінше егер де бір атомымыз жартылай минус болса, онда екінші атомымыз жартылай плюс болады. Осылай біз барлық химиялық байланыстарды осы бір-бірінен ажыратып алсақ болады. Яғни иондық байланыс, ол жерде біз иондарды аламыз. Ковалентті байланыс, біз ол жақта толық емес плюстен минустарды аламыз, яғни полюстарды аламыз. Ковалентті полюсте біз ешқандай полюстарды аламаймыз. Сәйкесінше біз олар бірдей атомдар болу керек электр терістілігі, Менделеев кестесінде электр терістілігі бірдей атомдар жоқ. Сәйкесінше ол бір
бірдей атом болу керек, яғни H2 фтолик, O2 және ағылы кестелер. Егер де қосымша сұрақтарың болатын болса, астында көрсетілген WhatsApp нөміріне немесе комментария жазыңыздар. Барлық сұрақтарды және барлық тақырыптарды қарастырамыз.